Сәлем достар, сіздерге Жүсіп Злиха отбасы хрестоматиясының жалғасын ұсынамын. Яғни Жүсіп ең соңғы амалға көшті. Ауқат беремін деп бүкіл халықты бір жерге жинады. Өзі дөңнің үстіне шығып, бетіндегі пердесін жұлып алып лақтырып жіберді. Жүсіптің жамалынан ескен иманның асыл нұры қалың жұртты есімнен тандырды. Үзілуге шақ отырған қара халық ашаршылықты ұмытып кетті. Осылайша 15 күн бойы аш халықты нұр дидарымен алдандырып, әзер ұстап отырды. Жарты айдан бері нәр татпаған жұрттың көзі қарауытып, ішегі бұратылып, әл-дәрмені құрып, күш-қуаты әбден сарқылды. Жуан жіңішке үзілетін жерге келді. Енді 3 күн созса, жұрт жаппай қырылады. Сол кезде жайқалып тұрған егістік те пісіп үлгерді. Бидай ораққа түсті. Мысыр халқы астыққа қарық болды. Осылайша Жүсіп Мысыр халқын ұлы апаттан аман алып шықты. Райан патша күлге шөккен кәрі бурадай жасы келіп, қартайып қалған еді. Бір күні ол: «Уа халқым, Жүсіп жас та болса бас болып, ажал дариясынан өткел салып бізді құтқарды. Оның ақыл-парасаты бәрімізден үстем болды. Мен қартайдым, күш-қуатым сарқылды. Кәрілік те өмір су, үміт бу, ой у деген. Бұдан артық тақта отырғаным жарамас. Елді патшалықты Жүсіпке тапсырамын» деді де тағынан түсті. Алтын тәжді Жүсіптің басына кигізді. Осылайша Жүсіп Мысырдың тағына жайғасты. Жүсіп бас уәзірлікке кімді қойсам деп ойланып отырған еді. Осы кезде Жабырайыл келіп: «Әй Жүсіп, ертең атқа мініп, дарбазаның алдында барып тұр. Бірінші қақпадан кім кіреді, соны уәзір ет» деді де ғайып болды. Жүсіп қаланың қақпасының алдына барып тұрды. Шапаны шұрық тесік бір пақыр бірінші болып шаһарға кірді. «Мұндай адам қайтіп уәзір болмақ» деп Жүсіп күдіктенді. Сол заматта Жабырайыл: «Әй Жүсіп, оны сыртқы киіміне қарап кем тұтпа, дұрыстап қара. Сен бұл жігітке қарыздарсың. Баяғыда Злиха саған жала жапқанда, бесікте жатып, сенің ақ екеніңе куәлік еткен нәресте осы болатын» дегенде, Жүсіп таң қалғаннан аттан ауып кете жаздады. Атынан секіріп түсіп, жүгіріп барып сәлем берді. Астына ат беріп, сарайға қошаметтеп алып келді. Үстіне жібек шапан кигізді. Оны өзіне бас уәзір етіп тағайындады. Осылайша Жүсіп пайғамбар әділдікпен ел басқарды. Злиханың дерті. Әбден қартайған әзиз Мисри ашаршылық кезінде ауырып қайтыс болған еді. Злиха содан бері жесір. Бұл Злиха бұрынғы Злиха емес. Бұрынғы сұлулығынан тырнақтай белгі қалмаған. Гүлдей жүзі, запырандай сарғайып, шолпандай көздері мақтадай ағарып, әліптей түзу бойы иіліп, белі бүкшиіп, түрі сүмпиіп, таяғына сүйеніп зорға жүреді.
жылай көзі көр болған. Баяғыда-ақ өлетін еді, бірақ Жүсіпке деген махаббаты ажалға бермей үмітпен ғана жетелеп жүрді. Асат аяғына сүйеніп патшаның ордасына күнде келеді, бірақ қарауылдар сарайға кіргізбей кері қайтарып жіберетін. Жүсіптің жүйрік тұлпары мен құмай тазысы бар еді. Тәңір тағала оларға ерекше қасиет дарытқан. Тұлпардың үстіне ер салғанда құлынын іздеген биедей шыңғырып кісінейтін, ал тазы иті аймақты жаңғыртып үретін. Тұлпар мен тазы иттің дауысын естіген халық Жүсіптің қаланы аралауға шыққанын біледі. Сөйтіп патшаға жолығып, арыз-талаптарын айтатын. Бұл кезде Зылиха да жолын тосатын. Бірақ халықтың көптігінен тіпті Жүсіптің маңына да жолай алмайды. Бірақ Зылиха налымады. Жүсібім, жүріп өткен жолдың топырағын мен шаңын бетіме қонса болды деп қуанатын. Зылиха әлі де пұтқа шоқынатын еді. Пұт тасқа үйінің төріне іліп қоятын. Бір күні тас құдайына шоқынып былай деді: «Ей жаратушым Зәнәм, көзімді тырнап ашқалы саған шоқынып келемін. Сонда да өмірімде не мән, не сән дарымады. Мағынасыз қайғы, түбі жоқ қасіретке ұрындым. Кезінде Жүсіп менің құлым еді. Оның табынған алласы Жүсіпті патша қылды. Ал мен патшадай адам едім. Қазір оның қадірсіз күңіне айналдым. Бүгін бір ғана тілегім бар. Көз жанарымды қайтара көр». Тым болмағанда Жүсіптің дидарын соңғы рет көріп, өмірден армансыз өтейін деп пұтты көзіне қайта сүрте берді. Бірақ онысынан түк шықпады. Құрметті тыңдаушылар, оқырмандар, осы әңгіменің жалғасын тыңдағыларыңыз келсе, менің арныма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Мені тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Аман сау болыңыздар.